бауырсақ деген Айдар өтіп жатыр. Бір сұраққа жауап беремін. Абай білімі шын есімі өте жасалыңыз. Абайдың әкесі кім? Өте жақсы. Абай қайда бар? Шыңғыстау. Бір сұрақ бір бауырсақ бойынша біз сағында сұрақтар қоямыз. Бір сұрақ жауап берсең, бір бауырсақ аласың. Абай қандай қай жерде? Дұрыс, ал бір бауырсақ жарайсың. Абай менің балаларына өлеңдері, құбылыс туралы шығармаларын оқып, және балалардың оқуға, білімге, жақсылыққа шақырған. Өте жақсы тамаша ала қойды. Жарайды. Бір сұрақ бір бауырсақ бойынша сұрақтарға жауап берейік. Абайдың әкесі кім? Қандай? Бір жетасың, бір сабақты, жарайсың. Бір сұрақ бір бауырсақ бойынша сізге бір сұрақ қояйық. Сұрақ қойып, Абайдың шын есімі білесіз. Бір осы бір салғаныңыз. Абайдың шын есімі кім? Абайдың шын есімі Ибрагим бауыр. Бізге бір сұрақ, бір бауырсақ деген Айдар өтіп жатыр. Соған сізге бір сұрақ қояйық дедік. Абай қандай отырғаны бір сұрақ. Жақсы. Абай қандай әндер бар? Абайдың әндері көп. Көзінің қарасы, жер үстінде жарай, Өте жақсы. Абай алғанымыз бір бауырсақ. рахмет, балалар сізге сәттілік. Мен айтам, Абай Құнанбайұлы, Асипат мұғалімге, Мехбат Мұхтармен қалған шөде бір дүниеге келдігі Құнанбай қалған. Қайырбек асыл жолсызға, Тасқыман Құнанбайға, Ясырматынге бар, сол жарсан Құнанға, Мақташын екеуін ит көте қалса қазаққа, алтын жалқыққа, күн мұзға, қай жылыққа. Өте жақсы ала қойдыңыз. Тамаша, керемет. Абай қандай әндерді біледі? Дұрыс. Араб тілін білді. Дұрыс айтасың, үш тілдер білді. Ала қойдыңыз. Тамаша. Жарайды.